Үлкенді сыйлаған елге сыйлы болады. Қазақ халқы ерте заманнан бері тәрбиеге ерекше мән берген халықтардың бірі. Ұрпақ тәрбиесінде ең алдымен адамгершілік, ізеттілік, кішіпейілділік, сыйластық секілді қасиеттер жоғары бағаланған. Соның ішінде үлкенді құрметтеу халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан асыл дәстүрлерінің бірі. Үлкенді сыйлаған елге сыйлы болады деген нақыл сөз бекер айтылмаған. Бұл сөздің астарында терең мағына, өмірлік тәжірибе және ұлттың рухани құндылығы жатыр. Үлкенді сыйлау тек бір адамға құрмет көрсету емес, ол бүкіл қоғамға, тәрбиеге, мәдениетке деген құрметтің белгісі. Қазақ отбасында бала кішкентай кезінен бастап үлкенге ізет көрсетуді үйреніп өседі. Ата-анасы оған үлкеннің алдын кесіп өтпе, үлкен сөйлеп тұрғанда сөз бөлме, қарияның батасын ал деп тәрбиелейді. Мұндай тәрбие баланың бойында адамгершілік қасиеттердің қалыптасуына ықпал етеді. Үлкенге құрмет көрсеткен бала ертең қоғамда да сыйлы азамат болады. Себебі ол адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауды, сыйластықтың қадірін түсінеді. Үлкен адамдар өмір көрген, көпті білген, тәжірибесі мол жандар. Олар талай қиындықты бастан өткеріп, өмірдің ащысы мен тұщысын көрген. Сондықтан олардың айтқан ақылы мен кеңесі әрқашан бағалы. Жастар үлкендердің сөзін тыңдап, тәжірибесінен үйренсе, қателіктерден сақтанады. Халқымыз қариясы бар үйдің қазынасы бар деп бекер айтпаған. Өйткені үлкен кісілер отбасының ғана емес, бүкіл елдің ақылшысы. Бүгінгі таңда технология дамып, заман өзгерсе де, үлкенді сыйлау дәстүрі өз маңызын жоғалтқан жоқ. Қазіргі жастар білімді, заманауи, жан-жақты болып өсіп келеді. Бірақ қандай жетістікке жетсе де, үлкенге құрмет көрсетуді ұмытпау керек. Себебі адамды биік ететін тек білімі немесе байлығы емес, оның тәрбиесі мен адамгершілігі. Тәрбиелі адам әрдайым үлкенге ізет көрсетіп кішіге қамқор болады. Қоғамда үлкенді сыйлайтын адамдар әрқашан құрметке ие болады. Себебі олар айналасына мейірім мен жылулық сыйлайды. Үлкенге құрмет көрсету адамның ішкі мәдениетінің айнасы. Мысалы, қоғамдық көлікте қарияға орын беру, үлкен адамға сәлем беру, сөзін бөлмеу, қарапайым көрінгенімен тәрбиенің белгісі. Осындай әрекеттер адамның парасаттылығын көрсетеді. Қазақ халқында бата беру дәстүрі ерекше орын алады. Үлкендердің батасын алу жас ұрпақ үшін үлкен мәртебе. Баталы адам жолынан жаңылмайды деп сенген халқымыз. Өйткені ақ тілек пен ізгі ниет адамға күш береді. Үлкендердің алғысын алған адам өмірде де, қоғамда да абыройлы болады. Керісінше, үлкеннің көңілін қалдырған адам ешқашан шынайы бақытқа жете алмайды деген түсінік бар. Үлкенге құрмет көрсету тек отбасында ғана емес, мектепте, қоғамда, жұмыс орнында да маңызды. Мұғалімді сыйлау білімге деген құрмет. Ата-ананы сыйлау туған жер мен ұлтқа деген құрмет. Қарияларды сыйлау тарих пен дәстүрді бағалау. Осындай қасиеттер қоғамның бірлігін нығайтады. Қазіргі кезде кейбір жастар үлкендердің сөзін елемей, өздерін жоғары ұстап жатады. Бұл тәрбиенің әлсіреуінен туындайтын мәселе. Егер әр адам өз отбасында балаға дұрыс тәрбие берсе, мұндай жағдайлар азаяр еді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер ең алдымен үйдегі тәрбиеден басталады. Ата-анасы үлкенге құрмет көрсетсе, бала да соны қайталайды. Үлкенді сыйлау ұлттық құндылық қана емес, адамзатқа ортақ қасиет. Әлемнің кез келген елінде қарияларды құрметтеу жақсы дәстүр болып саналады. Бірақ қазақ халқы бұл қасиетті ерекше жоғары бағалаған. Тіпті жасы үлкен адамның жолын кесіп өтудің өзі әдепсіздік саналған. Бұл халқымыздың мәдениеті мен тәрбиесінің тереңдігін көрсетеді. Әр адамның өмірінде үлкендердің орны ерекше. Әке мен ана баланың алғашқы ұстазы. Ата мен әже отбасының берекесі. Олардың ақылын тыңдап өскен бала ешқашан жаман жолға түспейді. Себебі үлкендердің әр сөзі өмірлік тәжірибеден туған. Олар жастарға тек ақыл айтып қана қоймай, өмірдің мәнін түсінуге көмектеседі. Үлкенге құрмет көрсеткен адам әрдайым жақсылыққа жолығады. Себебі сыйластық бар жерде береке болады. Адамдар бір-бірін құрметтеген қоғамда татулық пен бірлік орнайды.
Ал бірлігі мықты ел әрқашан дамиды. Сондықтан үлкенді сыйлау тек жеке адамның міндеті емес, бүкіл қоғамның тұрақтылығы үшін қажет қасиет. Кейде жастар үлкендердің ескертуін түсінбей жатады. Бірақ уақыт өте келе олардың айтқанының дұрыс екенін ұғынады. Өйткені өмір тәжірибесі кітаптан ғана емес, көрген білгеннен жиналады. Үлкен адамдардың әр кеңесінде даналық жатыр. Сол себепті олардың сөзін тыңдау, өз болашағыңды ойлау деген сөз. Қазақ әдебиетінде де үлкенді сыйлау тақырыбы жиі кездеседі. Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы сияқты ұлы тұлғалар адамгершілік пен тәрбиені жоғары қойған. Абайдың қара сөздерінде үлкенге құрмет, ата-ананы сыйлау, кішіпейілділік туралы терең ойлар айтылады. Бұл халқымыздың тәрбиелік құндылықтарының әдебиетте де көрініс тапқанының дәлелі. Үлкенді сыйлау адамның мінезін көркейтеді. Әдепті, тәрбиелі адамды жұрт әрқашан құрметтейді. Мұндай адам айналасына да жақсы әсер етеді. Ол өз ісімен өзгелерге үлгі болады. Сондықтан әр жас өз бойында сыйластық қасиетін қалыптастыруы керек. Қазіргі қоғамда адамдардың бір-біріне деген құрметі азайып бара жатыр деген пікірлер жиі айтылады. Кейбір жастар үлкендерге дөрекі сөйлеп, қоғамдық орындарда әдепсіздік танытады. Мұндай әрекеттер қоғамның мәдени деңгейіне кері әсер етеді. Сондықтан тәрбие мәселесіне ерекше көңіл бөлу қажет. Мектеп пен отбасы бірлесіп, жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарды үйретуі керек. Үлкенді сыйлау адамның рухани байлығын көрсетеді. Байлық пен мансап уақытша болуы мүмкін, ал жақсы тәрбие өмір бойы адаммен бірге жүреді. Тәрбиелі адам қай жерде жүрсе де, өзгелердің құрметіне ие болады. Себебі оның бойындағы ізгілік адамдардың жүрегіне жол табады. Қазақ халқы атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді дейді. Бұл сөздің де тәрбиелік мәні зор. Бүгін үлкенді сыйлаған адам ертең өзі де құрмет көреді. Ал үлкенді сыйламаған адам қартайғанда сол әрекетінің салдарын сезінеді. Сондықтан әр адам үлкенге құрмет көрсетуді өмірлік қағидасына айналдыруы керек. Үлкен адамдардың өмір жолы жастарға үлгі болуы тиіс. Олар қиын кезеңдерді бастан өткеріп, елдің дамуына үлес қосқан жандар. Бүгінгі тәуелсіз өмірімізге жету үшін ата-бабаларымыз көп еңбек етті. Сондықтан біз олардың еңбегін бағалап, құрмет көрсетуіміз керек. Бұл өткенге тағзым, болашаққа аманат. Отбасындағы татулық та үлкендерді сыйлаудан басталады. Егер үйде ата-ана мен бала арасында сыйластық болса, ол отбасы бақытты болады. Ал отбасы мықты болса, мемлекетте қуатты болады. Сондықтан үлкенді сыйлау ұлттық тәрбиенің негізі. Жастар кейде заманауи өмір салтын алға тартып, дәстүрлерді ескі деп қабылдайды. Бірақ қандай заман болса да, адамгершілік құндылықтар ешқашан ескірмейді. Үлкенді сыйлау мәңгілік қасиет. Бұл қасиет адамды биікке көтереді, оны қоғам алдында қадірлі етеді. Қариялар елдің шежіресі. Олар өткен тарихты, салт-дәстүрді, ұлттық құндылықтарды сақтап келеді. Егер жастар үлкендердің әңгімесін тыңдаса, өз халқының тарихын тереңірек түсінеді. Бұл ұлттың рухани байланысын нығайтады. Әр халықтың мәдениеті оның тәрбиесінен көрінеді. Қазақ халқының тәрбиесі терең әрі мағыналы тәрбие. Үлкенге құрмет көрсету арқылы біз ұлттық болмысымызды сақтаймыз. Егер жастар осы дәстүрді жалғастырса, халқымыздың рухани құндылықтары жоғалмайды. Қоғамда кейде үлкен адамдар жалғыздық көріп жатады. Бұл өте өкінішті жағдай. Қарияларды құрметтеу тек сөзбен емес, іспен де көрінуі керек. Оларға көмектесу, көңіл бөлу, жағдайын сұрау әр адамның парызы. Үлкендердің батасымен алғысын алу үлкен бақыт. Үлкенді сыйлау адамның парасаттылығының белгісі. Парасатты адам ешқашан тәкаппар болмайды. Ол өзін өзгеден жоғары қоймайды, керісінше айналасындағы адамдарды құрметтейді. Осындай қасиет адамды шын мәнінде биік етеді. Мектепте мұғалімдерді құрметтеу де үлкенді сыйлаудың бір көрінісі. Мұғалім білім беріп қана қоймай, адам тәрбиелейтін тұлға. Сондықтан ұстазды сыйлау білімге деген құрметтің белгісі. Ұстазын сыйлаған оқушы әрдайым жетістікке жетеді. Үлкендерге құрмет көрсету адамның жүрегіндегі мейірімді оятады. Мейірімді адам қоғамға пайдасын тигізеді. Ол өзгелерге көмектесуге дайын тұрады. Осындай адамдар көбейсе, қоғам да мейірімді бола түседі.
Кейбір адамдар байлық пен мансапты бәрінен жоғары қояды. Бірақ өмірде ең маңыздысы адамдық қасиет. Үлкенге құрмет көрсетпейтін адамның байлығы да, атағы да оны шынайы бақытты ете алмайды. Ал тәрбиелі адам қарапайым болса да, жұрттың құрметіне бөленеді. Қазақ халқы қонақжай халық. Үйге келген үлкен кісіге төр ұсыну, құрмет көрсету ежелден келе жатқан дәстүр. Бұл да халқымыздың тәрбиесінің көрінісі. Үлкенді сыйлау арқылы біз өз мәдениетімізді сақтаймыз. Жастар үлкендерден тек ақыл ғана емес, өмірлік өнеге алады. Үлкендердің сабырлылығы, еңбекқорлығы, төзімділігі жастарға үлгі болуы тиіс. Өмірде табысқа жету үшін адамда осы қасиеттер болуы қажет. Үлкенге құрмет көрсету адамның болашағына да әсер етеді. Себебі тәрбиелі адам кез келген ортада өзін дұрыс ұстай біледі. Ол адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатады. Мұндай адамға сенім де көп болады. Қазақ халқында кішіпейілділік кісіліктің белгісі деген сөз бар. Үлкенге ізет көрсету адамның кішіпейілді екенін білдіреді. Ал кішіпейіл адамды жұрт жақсы көреді. Ол ешқашан жалғыз қалмайды. Қазіргі таңда әлеуметтік желілердің әсері күшті. Кей жастар интернеттегі теріс әрекеттерге еліктеп, үлкендерге құрметсіздік танытып жатады. Сондықтан ұлттық тәрбиені күшейту қажет. Жастарға қазақы тәрбие мен адамгершілік құндылықтарды көбірек насихаттау керек. Үлкендердің өмір тәжірибесі баға жетпес қазына. Олар әр қиындықтың шешімін сабырмен табуға үйретеді. Жастар үлкендердің ақылын тыңдаса, көптеген қателіктерден аулақ болады. Құрмет бар жерде береке болады. Егер қоғамда адамдар бір-біріне сыйластықпен қараса, елдің дамуы да жылдам болады. Ал сыйластықтың бастауы үлкенге құрмет. Әр адам өз отбасында үлкендерді құрметтеуден бастау керек. Ата-анасына көмектесу, олардың көңілін табу, айтқанын тыңдау перзенттік парыз. Ата-ананың разылығы адамның бақыты. Қорытындылай келе, үлкенді сыйлаған елге сыйлы болады деген нақыл сөздің мағынасы өте терең. Үлкенді құрметтеу адамдықтың, тәрбиенің, мәдениеттің белгісі. Үлкенге ізет көрсеткен адам қоғамда да, отбасында да қадірлі болады. Сондықтан әрбір жас үлкендерді сыйлап, олардың ақылын тыңдап өсуі керек. Бұл ұлт болашағы үшін маңызды қасиет. Үлкенге құрмет көрсету арқылы біз өзіміздің кім екенімізді, қандай халық екенімізді танытамыз. Халқымыздың асыл дәстүрін сақтап, келер ұрпаққа жеткізу әрқайсымыздың міндетіміз.